Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін бізде 29 октябрьде біздің репродуктивті медицина институтының орталығының ашылғанына 26 жыл болуына байланысты бүгін бізде үлкен көрме өтіп жатыр. Қазір өздеріңіз оны қысқаша көрсетіп өтеді сіздерге. Бұл орталық біздің орталық, яғни репродуктивті медицина институтына биыл 26 жыл, негізгі былтыр 25 жылдықты үлкен қылып тойлатып өтеміз дегенге, міне өздеріңіз эпидситуацияға байланысты енді тойлата алмадық, соны енді қазір биыл тойлатып жатырмыз. Бастадық тойлатуды. Қазір осы көрмеде сіздер осы біздің институттың жалпы 26 жылдық өткен өмірі қысқаша көрсетілген, және де қаншама содан бері келе жатқан қаншама врачтардың қазір көреміз сол кезде жұмыс істеген, және сол кезде 30 адамдық кішкентай орталық бүгінгі таңда 300 адамдық үлкен орталыққа айналып отыр. 3 орталық, яғни Алматыда 2, Шымкентте 1 үлкен орталық бар. Бұл қазір үлкен орталық қана емес, бұл үлкен институтқа айналып отыр. Міне, құрметті көрермендер, бізбен бірге тамашалаңыздар, көріңіздер. Өзің көрсетіп өтерсің, қазір барлығын.